Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай хош иісті жаңа жылдық печенье дайындаймыз. Рецепт өте оңай және печенье керемет болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіз менімен бірге. Ең алдымен осындай кішкене кастрөлді дайындаңыз, өйткені біз массамызды қайнататын боламыз. Содан кейін қант пен балды және де бір жұмыртқаны жақсылап араластырамыз бірге. Және де бір щепотка тұз саламыз. Содан кейін сары майды қосып, массамызды орташа отқа қойып, бір рет қайнағаннан кейін алып тастайтын боламыз. Түбі күйіп қалмау үшін осылай араластырып тұрамыз. Массамыз дайын болғанда оттан шығарып бірден жарты қасық сода қосамыз. Сосын жақсылап араластырып, суығанша қойып қоямыз. Мінекей біз массамыз суынды, енді ұнды қосамыз, және де қажет болса корица қоссаңыз болады, бірақ ол міндетті емес. Мінекей осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Енді осыны 15-20 минутқа холодильникке қойып қоямыз тұндыруға. Енді қамырымызды холодильниктен шығарып, осылай тым жұқа емес және де аса қалың емес етіп жайып аламыз. Енді осылай әртүрлі формалармен кесіп істесеңіз болады. Осындай формочкалар болмаса, онда жай кесені қойып, осылай домалақ печенье пісіруге болады. Енді печеньеларымызды 180 градусқа дейін қыздырылған пешке, духовкаға 9-10 минутқа пісіруге жібереміз. Егер де дастархан жасап жатсаңыздар, осындай әдемі, хош иісті печеньеларды жасап көруге кеңес беретін едім, өте дәмді болып шығады. Жасап жатсаңыздар ас болсын. Және де комментарийдің астына пікіріңізді қалдырып кетуге ұмытпаңыздар, достар. Мен видеоларымды жоғалтпау үшін мен арнама жазылуда, және осы видеоға лайк басып, және де қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.